Біздің Әз-Жәнібек ханымыз қан майданда арпалысып жүргенде Мәскеу князі 3 Иван идеологиямен айналысты. Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін біз сіздерге ең тамаша ертегіні айтатын боламыз. Ол ертегі қалай тарихқа айналды. Енді қызықты қараңыз. 3 Иван өзінің Филофей деген шіркеу қызметшісіне бір тапсырма берді. Енді қызықты қарап көріңіз. Әлгі діндар мынадай ертегі ойлап тапты. Ақыр заман болғанша әлемде 3 Рим болады екен. Біріншісі Рим, ол мәңгілік қала, Италияда, бірақ оның түбіне еділ бастаған ғұндар жетті. Демек, мәңгілік емес. Екінші Рим, Константинополь. Мұны да көшпенді Осман түріктері 1453 жылы құлатты. Демек, бұл да мәңгілік емес. Сенесіз бе? 3 Рим деген де бар екен. Алдыңғы 2 Рим енді түсінікті. Екеуі де империялық дәуірдің жемісі, ал 3 Рим. Сөйтсек, 3 Рим деп жүргеніміз Мәскеу екен. Филофейдің айтуынша бұл ақыр заманға дейін тұратын соңғы Рим. Бірақ бұл ертеге кім сенеді? Еуропада атынан ат үркетін Вена, Париж, Лондон секілді алыптар тұрғанда солтүстікте қар басып жатқан Мәскеуді 3 Рим деп жариялау есі дұрыс адамның ісі ме? Оны қоя беріңізші, 2 күннің бірінде Қазан мен үлкен Ордадан таяқ жеп, Қырымға салық төлеп отырған Мәскеу қалайша мұндай дәрежені иеленбек? Жақсы, бұл саяси жағдай делік. Сол кездегі Мәскеудің экономикасы, әлеуметтік жағдайы, халқының тұрмысы, былайша айтқанда өмір сүру деңгейі Еуропадан Вена, Лондон, Парижбен салыстыруға да келмейді. Сіз шатаспаңыз, ол тек біздің азиаттардың көзімен қарағанда ғана Мәскеу, ал Еуропаның деңгейінде айтуға келмейді. Сөйтсек, ертегіні де дұрыстап айта білсең, одан тарих жасауға болады екен. Әлгі Филофей деген діндардың ойлап тапқан идеясын қараңыз. Бұл ертегіге Мәскеудің мұжықтарын сендіру үшін 3 Иван Византияның соңғы императоры Константин Палеологтың туысы София Палеологты қатын етіп алу керек. Бұл расында тамаша идея болатын. Осыдан 19 жыл бұрын Осман сұлтаны 2 Мехмет әлемдегі ең берік қамал Константинопольді жермен жексен етіп, 1000 жыл өмір сүрген Византияны құрдымға жіберген еді ғой. Міне содан бері император әулетінен шыққан София Палеолог грек аралдарында қашып пысып жан сақтап жүрген. 3 Иванға халқына үміт сыйлар идеология, ал қуғында жүрген Софияға паналайтын мекен керек болды. Сонымен сол қуғында жүрген Софияны орыстың князі 3 Иван қатын етіп алды. София дегеніміз болашақ Иван Грозныйдың әжесі. Ертегінің соңын әдемі жазу үшін Псковтың Печерский шіркеу салынды. Осымен іс бітті. Енді Мәскеу тұрғындары өздерін Римде тұрғандай сезінуі керек. Содан кейін не болды дейсіз ғой? Анау айтқандай керемет дүниелер бола қойған жоқ. Алайда енді әрбір мұжықтың жүрегінде мен 3 Римде өмір сүріп жатырмын деген асқақ сезім пайда болды. Мұның өзі үлкен жетістік болатын. Ал 3 Иван халқының көңіліндегі қылды дөп баса білді. 2 күннің бірінде орыс слободаларын талан-таражға салып, өрімдей орыстың жігіттерін Кафа базарына топырлатып құлдыққа сатып жатқан осындай ауыр кезде князь ең алдымен олардың санасын өзгелерден артық екендігін, татарлардан да басқа халықтар жаңа әлемнің бар екенін сезіндірді. Осыған дейін жауынгерлердің қорасын тазалап келген мұжықтардың жүрегінде намысын оята білді. Бұл нағыз идеология болатын. Шындап келгенде Мәскеуде қарық болғандай алып құрылыстар, бақытты өмір, Париж, Вена, Лондондағыдай жайлы тіршілік болған жоқ. Сол баяғы сұрықсыз тірлік. Бірақ ең бастысы олардың жүректерінде, жүрек түкпірлерінде алаулаған оттың ұшқыны білінді. 3 Рим деген жоқ және ол болғанда емес. Бірақ әрбір мәскеулік мұжық 3 Римде өз жүрегінде тұрғызды. Қарапайым мұжық 3 Римді өзінің жүрегіне салды. Қарапайым мұжықтардың жүрегінде үлкен дүниелерге, биік мұраттарға деген арманы оянды. Біз де Астананы, яғни Нұр-Сұлтанды әлемдік қала деп ресми жариялайық. Бұл ісімізге кезінде орыстарға қалай күлсе, бізге де солай күлер. Түгел Қазақстан сыйып кететін Мехико, мысалы 21 миллион халқы, Токиода қанша миллион халық бар. Қазір оны басып озатындай қуатымыз жоқ. Бірақ Мәскеудің өзі сондай мүшкіл халде отырып, өзін 3 Рим деп жариялады ғой. Дәл қазір болмаса да әйтеуір бұл орындалатын арман. Көп балалы анаға 16.000 теңгені көп деп кейбір адамдар халықтың ашуына тиіп жатыр. 3 Иван секілді пайдалы ертегі айтып, халықтың рухын көтеретін бір іс жасауымыз керек деп ойлаймын. Естір құлақ болса әрине.